Күркіреген көбікті, күңіренген көбікті. Кәрі көкіректің сырлы күшейіп, бір үзілген ұйқысын қайта жалғап, ақ орданы қайсар қорылға бөлеп, көбікті тәтті түстің құшағына енді енгенде, жер солқылдатқан тұяқ дүбірі тағы да төсегінен шошытып оятты. Жүндіз кеудені осып-осып жіберіп, жалаң аяқ қалпы қарлығаның бөлмесіне кіріп барып, қызының орнын сипап қалды. Бір сұмдықтың болғанын сезгенде, ақ ұрған кеудеден жалын атылып, күңгірт жанардан кесек-кесек екі тамшы ақ сақалына үзіліп-үзіліп түсті. Көбікті одан кейін ешкімге тіс жарған жоқ. Қатуланып, үнсіз жүріп, көкбестіге ер салды. Ат басындай тас шоқпарын қақпақылдай көтеріп, ат үстінен артына қайырыла бір қарады. Жиналып қалған ел жұртына бұлдыраған жанардың жас толқы қиылған бір серіпті де күңк етті. Менің енді тірі оралуым екіталай. Қош бол, елім. Ширыққан жанның толқыны қолдағы қамшының өміріне жалғасып, көкбестінің санына сарт еткенде, тыпыршып тұрған арғымақ тік көкке шапшыды. Шапшыды да төрт аяқта тең басып, көз ұшына құйындай зымырап жөнелді. Тыныш далада зуылдап жел есті. Қанат құйрықтың екпінінен дауыл тұрды. Сол екіленген жел мен құтырынған дауыл көбіктінің ызалы кеудесінде бұлқынды. Көзі ештеңені көрмей, күн нұрынан ақ сауыты жарқырап, тау суындай ағынды шабыспен ізі күшені қуалап келе жатқан ашулы шал белес-белес төбелерді тұлпар тұяғымен жапырып, Қобыландының қасынан көлденең өте берді. Қобыланды орнынан айғай салып атып тұрды да садағына сауыт бұзарын тіреді. Қолының сыртымен бетін сипап, туған даласына іштей сыйынды. Көбікті көкбестінің басын сыңар езулете бұрып, бір бүйірде қалып бар жатқан Қобыландыға қарсы долдана ұмтылды. Сол сәт көбікті Қобыландының көзіне үстіне құлап келе жатқан асқар таудай боп көрініп еді. Адырнасын бар күшімен кере тартып, ұзақ сығалады. Қалмақы ердің қасы нысанаға ілініп, 3 рет жоғалды. Қылауланған көзді алақанның сыртымен бір үйкеп қалып, Қобыланды жебе бойлай тағы шұқшиды. Дүбір дүрілдеп, көбікті гүрілдеп таянып қалды. Тас шоқпар тақымнан суырылып, оң қолда ербеңдеп келеді екен. Қалмақы ердің қасы мен нақ кіндіктің тұсы сәтін салғанда нысанаға дөп ыңғайласты. Сауыт бұзар зу етті. Қарымды құлаштың бар қайраты серіпкесін қойсын ба? Кіндіктен қадалған сұр жебе көбіктінің денесін қақ бөлді. Жебемен бірге ұшқан кеуде дік етіп жерге түскенде, бұрқ өткен шаң әуелеп аспанға көтерілді. Көбіктінің бөксесі әлі де ат үстінде кетіп бара жатты. Қобыланды бір ажалдан аман қалғанына тәубе етіп, жүзі жадырып, жауына жақындады. Сол кезде көбікті екі қолымен жер тірей жылжып, есік пен төрдей жерде жатқан тас шоқпарына ұмтылды. Шылбырын сүйретіп, көкбезді қасына қайта оралды. Шылбырын қолына ұстағанымен, қару қылып
қарғып мінуге дәрмені жетпей, көбікті шақ-шақ дауыстап айбары көрсетті. Әттең-ай, қапымды таптың-ау, қаңғырған қазақ. Тұқым қалдырмай, шетіңнен қырып тастауым керек еді сендерді. Бірақ әлі де кек қайтарам. Біршімбайым тірі тұрғанда еліңнің шетінен шаң кетпес. Ажалың ұлым Біршімбайдан келер. Қарлыға жаудан туған жау болды. Болсын. Қыз жау деген. Қарғадым онда. Қарғысымды аттым. Бағы ашылмасын, тілегі орындалмасын. Деп, ызаланып, бір талдап сақалын жұлғанда, әр қылдың түбінен бүртік-бүртік қан көрінді. Сонан соң қасына жақындаған Қобыландыға қолын созды. Вау, батыр, бері жақындашы, еңкейші. Өзіңе сыбырлап айтар өтілім бар. Қобыланды еңкейгенде, шалдың сіңірлі қолдары алқымына сарт етіп қадалып сығымдай жөнелді. Қобыланды жауының өлермендігінен қатты түршігіп, балдағы алтын болат қылышын жарқ еткізіп көтеріп алып, көзін жұма берді де, жаңғырықтай жапырылып отырған көбіктінің басынан бір-ақ тартты. Көкбесіні жетектеп аман-есен оралған Қобыландыны көргенде, Қарлығаның жүзіне нұр жүгірді. Қараман одыраңдап кес-кестеді. Әу құрдас, шешенді дауға, батырды жауға салатын әдетіміз. Жеңдің де желігімді қоздырдың. Ежелден қанға сіңген қасиетті дәстүріміз бар. Жеңген ердің жолын тосып, олжа салған батырдан сауға сұрамаушы ма еді? Сауға, Қобыланды, сауға, деді де. Осында сөздеп айтып тұрсың ба, құрдас-ау? Көбіктінің көп жылқысын бөліспей қала бер, деп, Қобыланды қапталында келе жатқан Қарлығаның әппақ жүзіне ынтыға қарады. Қараман түк сезер емес. Тебініп қалып, атын Тайбурылдың тұмсығына дірей, көлденеңдетіп тұрып алды да, Қобыланды мен Қарлығаға кезек-кезек сүзіліп өтті. Бәсе, жол ашықтың қол ашық боларын біліп ем. Рахмет, Қобыланды. Көбіктінің көкесін көзіне танытқан сенен дүниенің бар байлығы қашып құтылар алар ма? Ендеше тағы бір назымды айтайын. Ашылған алақанды бүгіп қалмай түгел жай. Сауғама Қарлығаны бергенің жөн еді ғой. Қобыланды жалт қарады. Шаншылған қараста, ойының ба, шының ба дейтін ашулы сұрақ тұнып тұр. Бірақ Қараманның барынтасы Қарлыға ауып кетіпті. Бұған бұрылар ермес. Қобыланды ауыр күрсініп сәл-сәл басын шайқады. Атының жалын тарап бәсең тіл қатты. Астымдағы Тайбурылымның арқасында ешбір дұшпанға теңдік бермей келем. Алғаш қайғы көргенде көбіктінің қорлығынан арашалап алып шыққан екінші бір жебеушім мына Қарлыға еді. Қызда болса тең көріп, дос санадым. Біз үшін атам екен ел жұртын тастап кетті. Қарлыға олжа емес жолдасым. Ауылда қалыңдығым қыз құртқам қалды. Әттең, бір жүректі қақ бөлуге болмайды. Әйтпесе, Қарлығаның қадірі артық қой, деп тағы күрсініп, қасындағы қыздың жүзіне ұзақ назар салды. Мен не дейін, Қараман? Қарлығаның өз еркі өзінде, жүректерің қауышса, тілектерің табыссын. Осы сөздерді айтуақ мұң екен, Қараман Қарлығаға ұмтыла жанасып, оң қолын қыздың аш беліне орап алды. Бұл мұңлық болғанда,
Мен зарлық едім ғой. Солай емес пе қарлыға? Енді бізде қандай арман бар? Деп сөзге келтірмей қарлығаны жетектей жөнелді. 2-3 күннен кейін ілгері кеткен көп қияттың қосының қарасы көрінді. Бұлар қазаннан алған көп малға көбіктіден қайтарған көп жылқыны әкеліп қосты. Қаптаған малды айдап, қылмаңдаған қызды жетектеп жеткен Қараманды көргенде, қалың қияттың есі шығып кетті. Әрине олардың түсінігінше жауды шапқанда Қараман, олжа салғанда Қараман, қызды алғанда Қараман. Сол-ақ екен, Қараманның алдынан дуылдаса жүгіріп шығып, атынан көтеріп түсірді. Аяғын жерге тигізбей, ақ кілемге көтеріп апарып төрге отырғызды. Қобыландының атын бірде-біреуі ұстаған жоқ. Ұстамақ тұрсын, батырды менсінбей, танауын көтеріп, мұрнын шүйіріп әрқайсысы бір мазақтап өте шықты. Осыншама мол байлыққа кенелген көп қият енді тездетіп елге жетуге асықты. Көппен бірге атынан қонған Қобыланды арқан бойы да ұзап шыға алмады. Әлденеге аяғы ақсап қалған Тайбурыл шоқырақтап жүре алмай-ақ қойды. Үдіре көшкен қалың қол Қобыландыға қарайламады. Қарайламақ түгіл, шұбырған шаңның астына көміп, жалғыз туған жалқыны айдалаға тастап кете барды. Алғаш тұрған орында қол бұлғап, Қараман құрдас тоқта деп дыбыс беріп еді, қошемет буына мастанған желікті жастың құлағына дос үні жетпеді ме? Қараман қалың нөкердің ортасында дүниенің тірегі бір өзі боп ұзғай берді. Налыған Қобыландының жүзін реніш жасы жауды. Кеудеден өкініш толы күрсіні сақтарылды. Бүкіл денесін қалтыратып намыс буды. Бірақ дәл қазір не істей алсын? Жаяудың шаңы шықпас деген рас. Ақсағаттың шылбырын ұстап, айдалада тас обадай мелши бәлі тұр. Иесінің шамырқанған күйі мен күйігін сезді ме? Тайбурыл жұмсақ ернін Қобыландының иығына төсеп, күмбір-күмбір кісінеді. Кісіне қанатым, кісіне. Сен кісінегенде мен еңірейін. Алданып қалған кеудемнің құсасын ақтарайын. Мол олжамды алдына салып беріп, көп қияттың қиянатын тартқан ақмақ басымның азабын тартайын. Кісіне Бурыл, кісіне. Зарымды мен қосайын саған. Қараспан тауды жайлаған қалың қыпшақтан қасыма 5-10 серік ертсем, дәл осылай қамығар ма едім. Енді міне, азуды бармаққа басып өкініп тұрмын. Кісіне тұлпарым, кісіне, шерімді жалғайын үніңе, алдымда ағам, артымда інім болмаса да ештеңені елемеуші едім. Жалғыздығым дәл бүгін жанымды жараладау. Олай болып кетсем, үйдегі қос кәрім қарындасым Қарлығашпен құртқаның күндері не болады? Уа жаратқан жаппархақ, ататын таңыңды, тататын нанымды үзер болсаң, көп созба. Осы таңнан өткізбей, күн шығуға жеткізбей тездетіп жанымды ал, деп түн ортасы кезінде Тайбурылын тұсап, тоқымын төсеніп, ерін жастанып етбетінен жата кетті. Көзі сәл ілінгені сол еді, көкесекке мініп, басына ақ сәлде орап, қолына сырлы асай таяқ ұстап, әкесі Тоқтарбай қасына жақындап келіп аян берді. Қарағым құлыным Қобыланды, зарлаған үніңді естіп, сөзіңе арқам шымырладау. Соншама неге түңілдің? Өлім сұрағаның қалай, жаным балам? Сен мойысаң, біздің күніміз не болады?
менің жағдайымды сұрама. Алтын тонның етегі жырым-жырым қара табан болып, аш-жалаңаш қой бағып жүрмін. Байғұс анаң жүнтітіп арқан есіп, қасіретін айтып жылағанда, сай сүйегім сарқырайды. Қарындасың қарлығаш бірде құрт қайнатып, бірде бүкеңдеп қозы бағып, жан көкелеп еңірегенде есім шығып кетеді. Бәрінен де бұрын келінім құртқаны, қалмақтың ханы алшағыр әйел етіп алмақшы болып жатқаны қинайды-ау. Бүгін 3 күн болды, елің шабылып, халқың жылап қасіретке шомылуда. Бұл жатсың қалай? Қайғы тартқан еліңе теріңді сатамысың? Тұр, оян шырағым серпіл, еліңнің кегін қу. Әкесінің түсіндегі даусынан шошып оянып, Қобыланды жан-жағына қарады. Шолпан батып кетіпті. Шығыстан белдеуленіп таң хабары білінген екен. Сонда барып Тайбурылының неге ақсақанын сезді. Анасындай құртқаның жау қолына түскенін аңғарған Бурыл күйініп ақсап жүр екен. Қобыланды орнынан атып тұрды. Тұсап қойған жеріндегі Тайбурылды шешіп алып, майқара мен бетегесі, жусаны мен көдесі мол жайлауда оттатып жүрген әлдегімді көрді. Тайбурыл ақсағаннан жазылып ойнақтап басады. Әлгі адам Қарлыға еді. Жалғызды қалың қият жұртына тастап кеткенін көргенде, шыдамай қайта оралып келіп, ұйқыдағы батырды оятпай 2 атты жайып жүргенді. Қобыландының оянғанын көріп бері бұрылды. Қобыланды қыздың адамгершілік қасиетіне сүйсініп, қос бүйрегі қабат шаншып, иығы селкілдеп, әрең жетті де өксіп-өксіп жіберді. Апырай, жолдастың адалы сендей-ақ болсын Қарлыға. Тірі пендеден түңіліп торығып тұрғанымда, тағы да түнегімді серпіп жарқ еттің-ау. Мұңымды өзіңе шағайын Қарлыға. Қасіреттің қамыты тағы да жалғыз басыма аямай түсіп тұр. Елімді жау шауып, белімді сындырып кетіпті. Қалмақтың ханы Алшағыр Қараспан тауын жайлаған тыныш елімді үркітіп, қырып, бықпырт дегендей бүлдіріпті. Жайлауымды өрт, жанымды дерт алып барады. Түсімде әкем Тоқтарбай аян берді. Не істермін Қарлыға? Сейілдің ұлы Қараман серіктікке жарар да деп сене алмаймын. Қызда болсаң дана едің, арызымды өзіңе ғана ақтардым. Аман бол Қарлыға. Жоңғар тиген халқыма қамқор болып көмек көрсете алмасам, жер басып та жүрмеспін. Мен жөнелейін, деді. Қарлыға батырдың қолынан ұстады. Жау тиседе, ер сасарма Қобыланды. Сабырыңды қашырма. Сенде ері бар елдің шері де, тері де тез басылады. Ішіңді уайыммен кептеме, кегіңе онда орын қалмайды. Маған ақыл салсаң, жолыңа жаным құрбан болсыннан басқа айтарым да жоқ. Бір басыңды қадірлеп, ілесіп шығып едім әуелде. Жүрекке әмір жүрмейді екен. Сонда да қолдан келген көмегімді аямаспын. Бүлінген еліңді бүтіндеуге жете көр. Мен қият қосына хабар берейін. Еретұғын ері, беретұғын жәрдемі болса, Қараманды ілестіріп, ертең түсте соңынан қуып жетермін. Жолың болсын Қобыланды.